Сіз жаңа бір екі ауыз сөзіңіздің бірінде Әбжан деп қалдыңыз. Иә, сол. Әбжан сіздерде тамақ дайындайды екен ғой көбіне. Сол ненің кезінде болды ғой, КВН-ге дайындалып жүрген кезде. Енді анау енді білмеймін енді ше. Мен өз басым жұмыртқа деген тамақты әдемі қылып қуырып, қатты шикі емес бірақ. Ана біреулерге сәл шикі десең, кәдімгідей нанды батырып қалсаң, сары сақи. Өзем құсап па? Одан да шикі мәйекті жей бүйтіп ше. Тауықтың есі шығып тұрады ғой ана. Мәйек. Ана әдемі өзі тұрса, бір-біріне жабыспай. Бер жағында тағы бір екі сосиска тұрса, қатпалында. Бит-бит тілінген. Етінде бұрыштар. Иә, бұрыш мейлен. Көресің. Ол енді өзіме қарай. Помидор бар. Иә, помидор мен огурцы көп емес. Кішкене. Қосақ кішкене. Солай ғана көріп, солай жеген жақсы. Аналар болмаса да құр жұмыртқаны мен солай қуырып жеймін өзім. Прият. Ал енді анау кімдің Әбжанның алып келгені, білмеймін енді ананың істеу процесін мен тек келтіре алмадым. Бірінші жұмыртқаларды жарып салғанда, сосын колбасаны турап салғанда араластырып. Раствор құсап па? Итке дайындаған. Анау құсық ше. Сонда бізде не болса квартирада анандай леген болды, соған ананы әкетіп бір жатқан кезде датып аны іркілдеп кетіп бір жатқан ортаға әкеп қойды. Мен оны сол кезде барып көрген жоқпын, жалпы хабардар болып жүрдім бер жақтан. Жасалу процесінде жалпы иә, бүйтіп ештеңе демесем де бүйтіп қалай деп жүрдім. Сөйтіп балдар орып жатыр біздер ана жерде. Қарап атқан жоқ па? Қарамайды олар. Орып жатыр ана мұға, биік дегендерін кәдімгі стейк жеп жатқан сияқты жеп жатыр. Сөйтіп мен соңынан келдім, енді барғым келмей тұрғаны да сол болды менде негізі. Ретті келсе балдар тауысып қоя берсе. Сізге жеткізбей ма? Ештеңе айтпай-ақ, ұсынбай-ақ басқа нәрсе жей салайын деген кезде. Сырттан жей салайын. Сөйтіп ол да қоймады, қамеке кесеңіз дегенді. Астан үлкен емеспіз ғой деп. Сондай да әңгімелер кетіп жатқан болуы мүмкін. Әбжаннан шығады. Шамалы мен істедім ғой деген сияқты, жемейсіз ба не деген сияқты. Сөйтіп мен төбе жағынан қарап тұрдым да, сол жаңа Нұрсұлтан айтып жүрген әңгімені айттым сол жерде.